Адамда қас пен кірпік болмапты. Маңдайдан тер аққанда көздің ішіне кіріп, удай аштыпты. Шаң, тозаң да көзге тез кіреді екен. Көз бір күні Құдайға арыз қылыпты. Я Алла, мен қиналдым, шаң мен терден сақтайтын қорған бер дейді. Мейірімді Алла дұғаны қабыл етіп, көздің төбесіне қасты, айналасына кірпікті қадапты. Осыдан бастап аққан тер қасқа тіреліп, көзді айналып ағатын болыпты. Кірпіктер көзді шаң тозаңнан қорғапты. Екеуі де көздің ажарын кіргізеді.